Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Шәкірт онлайн мектебі сендермен мен Аяулым Нышанбайқызы. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз балалар амоним сөздер деп аталады. Амоним туралы білетін боламыз. Амонимдер мағыналары әртүрлі, дыбысталуы бірдей сөздер. Мәтінді тыңда. Ауылдың шеті. Қарлы төбешікке су құйылып, сырғанақ жасалған. Бірнеше бала сырғанақ теуіп жүр. Ағайынды Ақан мен Асан екеуі бір шанаға отырып төбеден төмен зымырайды. Шананың алдына Асан отыратын. Ол абайсызда шанадан айырылып қалды. Айырылып қалды деген түсіп қалды болып тұр. Бос шана алысқа барып, бірақ тоқтады. Ақан, сен барып шананы алып кел, деді Асан. Мен бармаймын, шанаға ие бола алмаған өзің, сен бар, деді Ақан. Жоқ, сен барасың, сен менен кішісің, деді Асан. Бармаймын, үлкенмін деп жұмсай бересің, деді. Не дейді? Екі бала бір-бірімен ерегісіп отыр екен, бірақ балалар дұрыс па бұл? Әрине дұрыс емес. Сөз өтпеген Асан ашуланып төменге түсті. Шананы сүйреткен бойы үйіне қарай бет алды. Ақан не істерін білмей төбе басында таңырқап тұр. Тіл табыса алмаған Ақан мен Асанның ойыны осылай аяқталмай қалды. Мәтін не туралы? Мәтін не туралы, балалар? Мәтін бауырлар туралы. Бұл мәтін саған қандай әсер қалдырды? Әрине, балалар, сендер кішкентай болсаңдар, үлкендерді, ағаларыңды міндетті түрде тыңдауларың керексіңдер. Өйткені олар сендерге жақсылық жасады, өсірді, сендер кішкентай кездерінен бастап сендерге қарады. Сол себепті бұл жерде Асандікі дұрыс, Ақандікі дұрыс емес, я? Сен олардың орнында болсаң не істер едің? Ал балалар, біреуің Ақан болыңдар, біреуің Асан болыңдар. Не істер едіңдер? Дұрыс, сендер өздеріңнің ойларың дұрыс. Қарамен берілген сөздердің антонимін тап. Төмен антонимін табамыз, балалар. Амоним емес, антоним. Антонимін тапсақ, төмен жоғары, алдына, артына, алысқа, жақынға, үлкенмін, кішімін. Балалар, біреуі үлкен, біреуі кіші. Міне антоним. Сөз өтпеген Асан ашуланып төменге түсті дейді. Көшіріп жазып, қарамен берілген сөздердің мағынасын түсіндір. Түріп жең, күресте жең. Талып қар, күре қар. Барлығы бір сөз. Бірақ мағынасы әртүрлі. Түріп жең, жеңімізді түріп, күресте жең дейді. Ал талып қар, күре қар. Талып қар, күре қар. Екеуі де біреуі қар болып тұр, жауатын, ал біреуі әрекет болып тұр. Я? Қар күре деп тұр. Суретке қарап, суретшінің қатесін тауып көр. Ал енді балалар, табақшы, суретшіде не қате? Жалпы айтқанда, суретші емес, бала қате, я? Баланың ісі қате. Бала не істеп отыр? Жалаң аяқ сырғанақ бара жатыр. Ол дұрыс емес. Баланыкі дұрыс емес. Соны салған суретшінікі де дұрыс емес, балалар. Өте тамаша. Өлеңді көшіріп жаз. Шақырады шымбұлақ, аппақ шыңғызы. Қуанбайтын кім бірақ, жарқыраса жұлдызы. Шымбұлақ туралы не білесің? Шымбұлақ Алматыда бар әдемі тау, я? Ол жерге барса қыдыруға болады, я? Ол жерге тауға шығуға болады. Міне. Энциклопедиядан Шымбұлақ туралы біліп ал. Әрине, балалар, өздерің ізденіп, тағы да біліп алсаңдар болады. Суреттегі зат атауларын екі мағынада қолданып сөйлем құра. Бірінші суретте қой, екінші суретте алма, үшінші суретте гүл, я? Ал енді қараңдар, қой деп айтады. Біздің ата-анамыз бізге ескерту жасағанда қой деп айтады. Ол ескерту. Ал енді қой, маңырайтын қой, жануар. Алманы алма. Көрдіңдер ма? Сендер алма деген жеміс және алма деген іс әрекет. Гүл дегеніміз адам гүлдей жайнайды, және де бұл гүл. Немесе балалар, бұл тағы да басқа мағына беруі мүмкін. Жақсылап тауып көріңдер. Бұл сабақтан не үйрендім? Амоним сөздер мағыналары әртүрлі сөздер.
олардың дыбысталулары бірдей болады, мағыналары әртүрлі болады. Сонымен балалар, сабағымыз аяқталды. Сау, саламатта болыңдар.